Міне балықтар. Мынау бізде бычок дейді, немесе біздің тілмен мүңгірт дейміз. Каспийдің мүңгірті міне. Қайырлы күн, менің көрермендерім. Көптен бері сізбен кездескен жоқпыз. Бүгін енді кездесіп жатырмыз, балық түртіп жатыр. Балықты жігіттер таңертеңнен 2-3 Серікбай сияқтылар 4-5 шығарып қойды. Қазір түртіп жатса, ұстап жатса сіздерге көрсететін боламын. Сіздерден өтініш тек қана қарап өтіп кете бермей, қоңырауды басып жіберіп жазылып қойыңыздар біздің каналға. Ал кеттік, қараймыз біздің балықшылардың қандай балық ұстап жатқанын. Тағы балықшы тұртып жатыр мына жерде. Тағы бір балықшы тұртып жатыр. Балықшы тартып келе жатыр. Міне келді балық. Айырылма енді. Жаман емес сияқты о. Шығарысып кетпесін бә, нән ғой, кет килограммның үстінде ғой. Шығарып алма. Шығара бер енді, шығара бер. Шығарып ал. Қолмен ұстап көрсет бер. Міне. Міне қолмен ұстағанда былай болады. Экранға сыймай тұр ғой мынау. Дұрыс балық па, ма ұстай ма? Ұстап көрсетші ма, мен жақсы ұстай алмадым камерамен. Абайла. Өзің балық. Әдемі түсті ма? Қалай күшті, я? Молодец. Зеке, үндемей ғана. Қазір тұртты ма? Давай. Август. Тартып келатыр. Шығып кетпесін енді. Алысқа жіберіпсіз ғой.
Как жизнь? Mine gel. Ya kağıtım ne? Аллах Акбар! Нет Бога, кроме Аллаха. Серікбайдың ұстаған балықтарын қарайық жігіттер. Бүгін осы жерден шығып кетті ма? Түсінікті. Енді балық түртіп атқаннан кейін қарауымыз керек қой біздің. Міне балықтар. Бес балық, я. Бес балық, тағы екеуі шығып кетті дейді. Жақсы ғой. Ama Zekeng'in ıstağanı. Жігіттер, балық жоқ деп айтпаңдаршы, балық жетеді ғой міне. Осылай. Қалай, көріңіз, қай жердесіңді? Қай жердесіңді? Міне қазір лақтырып отыр еді, сынған жерін қараңыз қармақтың. Осындай, не аты қандай бұның? Атын ұмытып қалдыңыз ба қармақтың? Бірақ көп қызмет жасады ма? Жасады көрсіз. Көп жасады ма? Иә. Бұған ренжуге болмайды. Ренжуге болмайды дейсіз ғой? Иә, жоқ. Өзінің несін, уақытында бәрін жасап Солай болып тұр ғой. Дұрыс. Реніш жоқ дейсіз ғой, расходный материал дұрыс. Солай болу керек. Болды. Сынбай тұрмайды ғой сынады барлық зат. Иә. Вот Николай Михайлович тоже. Настрой как? Настрой нормальный. Нормально настрой? Пойдет. Рыбалка хорошая. Рыбалка хорошая, да? Ну, это уже хорошо. Ни хвоста, ни чешуи, еще раз. Küçük balığın isi kıymet. Bu öte dәмді балықтардың біреуі ғой. Мынаны қуырған кезде кәдімгі бауырсақ сияқты тыртылдап тұрып әдемілеп қуырсақ күшті болатынын білесің ғой да? Қып-қызыл қылып па? Мынау бізде бычок дейді, немесе біздің тілмен мүңгірт дейміз де. Каспийдің мүңгірті міне мынау. Осы қара. Бұл да құрт жегісі келеді, бұл да тамақ ішкісі келеді, сөйтеді де түседі бұл да. Қане құрт? Мына бір сағатта қазған құртың ішегі жақсы ғой. Осыны екеуінде қаздым, манадан бері құртып атық қой. 36-ға бардық қайда. 36-та не бітірірсің? 36-та тоже құрт жейді. Жеп қояды ма? Бұлай балықтарды тамақтандырып жүріп десеңіздеші? Иә? Әртүрлі балықтарды, иә? Дұрыс. Енді. Құрттар әдемі.
әдемі қылып жақсылап тұрып келтіріпсіз ғой. Бұл мақсат бір еді ғой баяғыда, құртты қалай ұстау керек екен. Жоқ уже менікі. Наке, лабан ұстадың ба жаңа? Қай жерде ол? Көрсетші. Ар жақта ма? Барайын ба? Су жылы екен, я? Батып атсам келесің ғой. Жақсы, нәм балық сияқты я? Не? Неге? Там режимеңіз балығыңыз түсіріп жіберсек болады ғой да? Айтып қойса жігіттерге сәлем айт. Құрт таусылды де. Құрт бітті. Бірақ балық ұстадым. Балық 2 түйір балық ұстадым. 3-ші орында келдім. 1-ші орын Ізекең, 2-ші Серікбай. Қаз мына қаз, сайгақ қаз. Алғаш болуы мүмкін. Жақсы балық қой. Жаман емес. Дайындық қалай? Баста ғой. Бастайын ба? Баста давай. Басат қазір. Ізеге көрсетсін мәрі алып кеп. Жігіттер көрсін сіздің аулаған балыңызды. Балық жоқ дейсіздер жігіттер. Қой, балық жоқ емес қой, балық бар. Не, түртіп тұр. Ал, осымен бүгінгі балық аулауды аяқтаймыз. Бүгін балық жаман түскен жоқ, әлі түсіп жатыр. Әлі. Қолдарыңыздан келсе, қолдарыңыз бос болатын болса, балыққа шығып балық аулаңыздар. Осы роликтен кейін қазір құртты қалай қазатын туралы роликті шығарам қазір. Қай жерден қазып атқан сұрақтарыңыз болса бересіздер ғой. Менің сіздерден өтінішім, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы, тек жақсылықта кездесейік.